Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Жалпы бұл видео танымалдық мақсатта түсіріліп жатыр. Мен қарасаңыздар, мына Шымкенттің жерінде тұрмыз біздер. Шымкентте көп жерде, мысалға, сары топырақта бұл жерде топырақ таза. Мынау мысалға қазір көз, мысалға, бұл топырақтың айтып адамға қарасаңыздар, кувалдамен ұрғанның өзінде, мысалға, ешқандай жаңа кувалда да кірмейді, басқа да ағымайды. Бұл жер тас. Мысалға, бір нәрсе егетін болсаңыздар, мысалға, бұған өте жаңағы, қалай айтсам екен, суды, қорек, мысалға, өте көп керек болады. Өте көп бейнет жасау керек бұл жерде бір нәрсе өсіру үшін. Енді біз не істейміз? Осы сары топырақты құнарландыру үшін біз не істейміз? Биогумус өндіреміз. Қазір бұл биогумус дегеніміз мынау сиырдың, қойдың, жылқының көңін, мына шұбалшандар жаңағы бізге жеп өндіреді. Сол шұбалшандардың шыққандары осы биогумус есептеледі. Бұл биогумустың несі күштілігі өте тамаша. Қара топырақ қылып жіберген ғой. Қарап отырсаңыздар, мынау басында көктемде бұл көң болған. Мынау қызыл Калифорния шұбалшандар осыны не қылған? Қара топыраққа айналдырып жіберген. Бұл қара топырақта любой нәрсе өседі. Мысалға, не еккіңіз келеді? Помидор егесін ба, огурцы ма, болгарский ма, баклажан ба, любой нәрсе. Тал егесін, көшет егесін, любой нәрсе. Егер сіздер жаңағы осы әлемді мысалға көгалдандыру мақсатында, ойларыңыз сондай болса, мысалға, парк, ағаштар, талдар, өсімдіктер, любой нәрсе егем десеңіз, мысалы, биогумусқа егіңіз, өте жақсы нәтиже аласыздар. Ал сары топыраққа ешқандай нәтиже алмайсыздар. Осы естеріңізде болсын, осындай тамаша қысқа видео болды. Бұл видео танымалдық мақсатта, айтып өткендей, YouTube арнамызға жүктелді. Ойларыңыз болса, комментарияға жазыңыздар. Ұнаған болса, лайк басыңыздар. Каналымызға подписка жасап демеушілік білдіріңіздер. Сау, саламатты болыңыздар.